Пайғамбарымыз алейхиссалам жаратылғандардың ең үстемі болумен қатар, Алла тағаланы ең жақсы таныған және одан ең қатты қорқатын. Хақ тағала оны күнә істеуден сақтаса да, ол әрдайым үздіксіз ғибадат етіп, Алла тағалаға дұға етіп, истиғфар айтатын, яғни кешірім сұрайтын. Түннің алғашқы уақытында құптаннан кейін ұйықтап, соңғы уақытында ғибадат жасайтын. Хазіреті Айша анамыз айтады, Расулулла алейхиссалам бір түні ұйқыға жатқан болатын. Оянып, «Я Айша, рұқсат етсең, бұл түні Раббыма ғибадат жасайын» деді. Сосын тұрды. Құран кәрім оқып жылады. Тіпті аққаны көз жасынан 2 тізесі су болып кетті. Ол оқуын жалғастыра берді. Оқыған сайын мүбәрәк көз жасы денесінің барлығын сулады. Бұл жағдай таңға дейін жалғасты. Таңертең Біләл келіп, жағдайды көріп, «Ата-анам сізге құрбан болсын, я Расулалла. Алла тағала сіздің өткен және болашақтағы қателіктеріңізді кешірмеді ме?» дегенде Расулалла, «Ей Біләл, мен шүкір етуші құл болмаймын ба?» деген. Пайғамбарымыздың алейхиссалам Алла тағаладан қорқатындығы соншалық қарқылдап күлгені көрілмеген. Және де Ибн Омар былай деген, Расулалламен бірге жиналып отырғанымызда, «Я Раббым, мені кешір және тәубемді қабыл ет. Сен тәубелерді қабыл етушісің және рақымдысың» деп 100 рет айтқанын санап отыратынбыз деген. Анас ибн Малик болса, Расулалла үнемі «Аллахумма я муқаллибал қулуб, саббит қалби ала диник» деп айтып жүретін дейді. Және тағы бір жетілген хадис шәрифте пайғамбарымыз алейхиссалам былай деген, төсекке жатқан кезінде 3 рет «Астағфируллахил азим, аллази ла илаха илля хайюл қойюм, ва атубу илейх» деп айтқан адамның күнәлары теңіздің көбігіндей немесе Тәмим аймағының құмындай немесе ағаш жапырақтарының санындай немесе дүниенің түндеріндей көп болса да, Алла тағала оның күнәләрін кешіреді деген. Және Расулалла былай деп истиғфар айтатын, «Аллахумма хфирли хатияти ва джахли ва исрафи фи амри ва ма анта аламу бихи минни». Мағынасы, Аллам, сен білетін және менің біліп немесе білмей шектен шыққан қателіктерімді кешір. Аллахумма хфирли хазли ва джидди ва хатая ва амди ва куллу залика инди. Аллахумма хфирли ма қаддамту ва ма аххарту ва ма асрарту ва ма аланту ва ма анта аламу минни антал муқаддаму ва антал муаххару ва анта ала кулли шайин қадир. Мағынасы, «Я Раббым, әзіл, шын, ұмытып және біліп жасау мүмкін болған барлық кемшіліктерімді кешір. Я Раббым, бұрын және кейін, жасырын және ашық істеген, сен білетін барлық кемшіліктерімді кешір. Ең әуелгі мен ең соңғы болған сенсің. Барлық нәрсеге күш жететін де сен».